Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Көріспегелі біраз болды. Соңғы бірнеше күн қандай шолумен оралайын деп біраз басым қатқаны бар. Тоқта түн мюзиклімен оралайын деп едім, оны шолғым келмеді шыны керек. Битлджустың екінші бөлімі шықты, оның бірінші бөлімі 1988 жылы түсірілген екен, көрмеген шығарсыздар дедім. Сөйтіп, бірден екі жаңалықпен оралғым келді. Біріншіден біз 1000-нан астық, алғысым шексіз, менімен болғандарыңа рахмет. Екіншіден, жалғыз басты қасқырлар фильмінде Брэд Питт пен Джордж Клунидің бастары қайта қосылды. Бұл фильм туралы айтарым бар, ендеше жайғасыңыздар, бастайық. Кинотеатрдан билет аламын деп асықпаңыздар, фильм бірден желіге шықты. Жалғыз басты қасқырларды шығарған Apple компаниясы iPhone сатумен айналысқасын фильмдерден пайда көздемейді, сондықтан фильмдердің бірден желіге салатыны бар. Онысына рахмет айтқым келеді. Сюжеттен бастайық. Джордж Клуни сомдайтын кейіпкер мәселелерді шешетін маман. Оны бір саясаткер әйел қонақ үйде мәселесі туындап қалғаннан соң жұмысқа шақырады. Сөйтсе, қонақ үй иесі мәселе туралы біліп қойғаннан соң Брэд Питт сомдайтын өз маманын шақырады. Екеуі де, яғни мәселелерді шешетін мамандар. Сөйтіп, екі жалғыз басты қасқыр бір-біріне кедергі болады, алайда бірге жұмыс істеуге мәжбүр. Қысқаша айтқанда сюжет осындай. Шыны керек, кішкене Брэд Питт түскен мистер и миссис Смитке ұқсайтын сюжеттің бастамасы бар, яғни завязкасы. Фильмнің сценарийін жазған, сонымен қатар фильмді режиссер ретінде түсірген жігіттің аты Джон Уотс. Ол Том Холландтың 3 өрмекші адамын түсірген кісі. Жалпы оның фильмдеріне назар аударсақ, ол есею тақырыбын зерттегенді ұнататын сияқты. Оны өрмекші адамның 3 бөлімінен де байқауға болады, қасқырлардың да сол тақырыпта айтары бар. Жалпы командаға тоқталсақ, жақсы команда жиналған. Операторы Ларкин Сайпл. Ол Грызня сериалы мен барлық жерде бірден фильмін түсірген азамат. Қасқырларда 1-2 сахнамен күшті көзге түсті. Монтажбен Эндрю Вайсблум айналысыпты. Ол Уэс Андерсонмен жұмыс істейтін кісі. Тик-так бум және Қарақу фильмдеріндегі жұмысы үшін 2 дүркін Оскар үміткері оған қоса. Фильмнің композиторы стажер Уолтер Митидің ғажайып өмірі, Шайтан Прада киеді фильмдерінің сазгері Теодор Шапиро. Бұл кісінің жұмысы туралы еш нәрсе айта алмаймын. Есте қалатын 1-2-80 жылдардағы саундтректерден басқасының бәрі орташа деңгейде, фильмді өшіре сала есте еш нәрсе қалмайды екен. Ал фильмнің басты көркі Apple'дан 45 миллионнан қағып алған Брэд Питт пен Джордж Клуни. 23 жыл бұрын бұл екеуі Оушенның достарында танысып, тез достасып кеткен. Былайша айтқанда өнердегі және өмірдегі достар, екеуінің арасында ерекше бір химиясы бар. Оны сол Оушенның достардан байқауға болады. Жақсы жаңалығым бар, арада қанша жыл өткенмен сол химиялары бір қалпы. Тіпті қасқырлардың басты вайбын сол химия беріп тұр десем қателеспеймін. Ешқайда кеткен жоқ. Және Джон Уотс та сол химияны есте сақтап тұрып фильмді жазғаны көрінеді. Өйткені ол жерде жаңағы әзілдердің көбісі сол химияда ұсталынады және екеуінің әңгімелері бір-біріне жаңағы Брэд Питт пен Джордж Клунидің сөзбен пинг-понг ойнайтындары бар. Оны Оушендарда да қолданған, қасқырларда да қолданған. Өте күшті. Фильмнің көркі осы деп айтсам қателеспеймін. Қызығы, Apple компаниясының басшылары сол Оушен достарын жақсы көреді-ау деймін. Осыдан 1 ай бұрын стилистикасы қасқырларға ұқсайтын Арандатушылар атты фильм шыққан еді. Ондағы басты рөлдерді Оушен трилогиясына түскен Мэтт Деймон мен Кейси Аффлек ойнады. Енді міне кезек олардың ағаларына да жетті деуге болады. Басты рөлдегі шалдардан басқа фильмде мынау ма категориясындағы Эми Райан және Эйфория мен Дэш пен Лили деген сериалдардың жұлдызы Остин Абрамс ойнайды. Қызығы, кезінде Джордж Клуни де сериалдардан үлкен экранға көшкен актер еді. Енді міне жастармен тәжірибе бөлісіп жатыр. Фильмнен күшті бір экшн күтпей-ақ қойыңыздар. 100 минуттың ішінде нағыз экшнді бір ғана сахна бар. Оны жас Остин Абрамс көркейтеді. 60 жасар Питт пен 63 жасар Клуни экшннің түрін келтіргенімен харизмаларын шелектеп төгеді. Және фильмнің әзілі де сол екеуінің еңбегі, оны жоғарыда айтып кеткен болатын. Фильмнің сілтемелерінде бір қарағаннан таба алмайсың. Оған қоса сілтеп тұрған фильмдері де бірден еске түсе салатын фильмдер емес. Мысалы, Мартин Скорсезенің 1985 жылы шыққан
жұмыстан кейін атты фильмге сілтеме бар. Немесе Том Круз бен Джейми Фокс түскен Майкл Манның Серіктес атты фильміне сілтеме бар. Оның шыққанына да 20 жыл болып қапты. Алайда өзіме қатты жаққан сілтемелерді атайтын болсақ, фильмнің басты сілтемесі ол атауындағы сілтеме. Ағылшынша фильм Wolves деп аталады, яғни қасқырлар сөзі қате жазылған. Қызығы, осылай жазылатын фамилия бар. Тарантино түсірген қылмысты оқылықтағы Харви Кейтельдің кейіпкерінің тегі сондай болған. Вульф, мистер Вульф. Ал осы кісі, естеріңізде болса, мәселелерді шешуші маман болып жұмыс істейтін. Бұл сілтеме де оңай көзге түсе салмайды, өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар. Қасқырларға оралсақ, фильмнің тұсаукесері Венецияда өтті. Алайда фестивальді құны бар кино деп ойламаңыздар. Негізі бір қарағанда заманынан қалып кеткен кино болып та көрінуі мүмкін. Мысалы 2008-2009 жылдары шыққан кезде қазіргі уақытта классика болар ма еді бұл фильм, құдай біледі. Ал өзгеріп кеткен заманда кешегі күн жұлдыздарының мыжылған беттері көпшілікті қызықтырмасы анық. Сондықтан болар фильмді кинотеатрларға шығармай бірден желіге сала салғандары. Оған қоса фильмде сюжеттік тұрғыда бір кемшіліктері бар. Мысалы, нақты антагонист жетіспейтін секілді бұл фильмге. Яғни басты кейіпкерлерге қарсылас болатын кейіпкер жоқ. Сонымен қатар қаладан тұрғындардың барлығы көшіп кеткендей, кейіпкерлерден басқа үлкен Нью-Йорк қаласында ешкім тұрмайтындай. Оны көрген кезде түсінесіздер не туралы айтып жатқанымды. Дегенмен қасқырлардың жалғасы болады. Оны фильм шықпай тұрып хабарлап қойған еді. Оған қоса Клуни мен Пит Оушен достарының да жалғасына келісімін берді деген ақпарат бар. Былайша қарасам, зейнеткерлікке бір ақша жинап жатқан сияқты екеуі ше. Осымен бүгінге айтарым бітті. Жақсы кино көріңіздер. Келесі көріскенше.